Сәлем достар, Кука-Бека каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде Кука-Бекамен бірге дайында рубрикасы. Бүгін мен сіздермен бірге бірінші рет жуананды жасап көрейін деп жатырмын. Менде қобалжу бар, қалай шығады екен, қамырды қалай жаям. Мен негізі қамырды ондай күшті жая алмаймын да өмірде. Енді жайып үйреніп келе жатырмын. Ойлап тұрмын, қамырын жұқа жая аламын ба екен, ортасы пісіргенде піспей қалмай ма деп уайымдап тұрмын. Достар, комментарийға сізді қолдаймыз, сіздің қолыңыздан келеді деп маған қолдау білдіріп пікір жазып кетіңіздерші достар. Сіздердің пікірлеріңізді оқып, мен күш алып, алға қарай күшті рецепттер түсіруге тырысатын боламын. Ал достар, онда көрейік қалай шығады екен. Алдымен жуананымның қамырын дайындап алдым. Ол үшін де мен мына жерде 360 грамм ұн алдым. Одан кейін 200 мл, яғни бір үлкен кружкамен ыстық су. Оған жарты шай қасық тұз салдым. Одан кейін барып бір үлкен қасық, ас қасық көлемінде сұйық майды суға құямыз. Жақсылап араластырып, одан кейін ұнымыздың үстіне сол суымызды құйып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Мына жерде ыстық су, байқаңыздар, илеген кезде қолдарыңыз күйіп қалмасын. Мен мына жерде тез илеп алдым, қолым күйіп қалмас үшін. Жақсылап иен қандырып илеп қамырымды. Сөйтіп 15 минутқа демалдырып, бетін жауып қойып қойдым. Одан кейін жуананымыздың салмасына кірістім. Мына жерде менде 2 штук үлкен жуа, көбіктеп турадым. Үстіне 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрышымды қосып, араластырып, жақсылап қойып қойдым. Одан кейін қамырымды алдым да теңдей 4 бөлікке бөлдім. Жақсылап астына ұнымды шашып алдым. Мына жерде жабысып қалмас үшін. Сөйтіп 4 теңдей бөлікке бөлінген қамырды 3 бөлігін ыдысқа салып қоя тұрдым да 1 бөлігін алып жаюға кірістім. Міндетті түрде ұн шашып жаю қажет, өйткені дастарханға жайып отқан жеріңізге жабысып қалуы мүмкін. Достар, бұл жерде комментарийға жазып кетіңіздер, қалай ойлайсыздар, мен қамырды жұқа етіп жая аламын ба? Мына жерде мен қамырды жаюға кірістім. Өте жұқа етіп жаю керек екен. Прям астындағы суреті көрініп тұратындай. Мінекей достар, менің жайған қамырым осындай болып шықты. Бағалап кетіңіздер, комментарий жазып. Енді үстіне сұйық майды жағып, барлық жағына теңдей жайып шықтым да. Оның үстіне аз-аздан жуаны салып шықтым. Қасықпен салған дедім, қасықпен ыңғайсыз екен, сонымен қолмен салдым. Тез рулет сияқты қылып орадым. Екі шетінен де барлығы домалақ қып, дәл осындай видеодағыдай қып орап, одан кейін барып, ортасындағы май сіңсін деп холодильникке салып қойдым. 4 бөлігінде осылайынан жұқа етіп жайып, ішіне салмасын салып, холодильникке 15 минутқа салып қоя тұрдым. Одан кейін барып, 15 минуттан кейін алдым да осылай үстінен басып
Бұны да жаймен басып жайып шықтым. Бұны қатты бассаңыздар, ішіндегі салмасы сыртына шығып кетеді екен. Сол үшін де жаймен басып жаю керек екен. Менде шамал сыртына шығып кетті жуалары. Төртеуін де осылай жайып шықтым. Одан кейін барып газға сковородканы қойып, үстіне 4 ас қасықтай сұйық майымды құйып алдым. Май қызғаннан кейін үстіне жуан нандарымды салып пісіріп алдым. Әр қайсысын мінекей осылай саласыздар да, бетін жауып қояды екенсіздер міндетті түрде. Бір жағын 4 минут пісіріп алдым. Одан кейін келесі жағын аударып, ол жағын да 4 минут бетін жауып пісіріп алдым. Әр қайсысын пісіргеннен кейін беттеріне сармайдан жағып отырдым. Өйткені мына майлары сіңіп қалады да құрғақ болып қалады. Достар, мінекей менде осындай 4 штук жуаннан пісіп шықты. Күшті болып пісті, жұмсақ, слоеный болып піседі екен. Күшті, қатпарлы, самса сияқты болды дәмі. Достар, мінекей көріп тұрсыздар қалай менде жуаннан шықты ма? Міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Достар, сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Өте жұмсақ, дәмі күшті, слоеный самса сияқты болып шыққан ғой дәмі ше. Қазір мен жеп көрейін деп жатырмын. Дәмі өте керемет болыпты, достар. Мен онша болмай шығады ма деп ойлаған едім, бірақ менде әдемі болып шықты. Егер де рецептке қажет болса, сіздер комментарийға жазып қалдырыңыздар, мен сіздерге рецептін беремін. Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды.